Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен, жүргізушілер қауымы. Барсыздар ма, нарсыздар ма? Бүгін мына транспортты жалға алу, аренда жөнінде сөз қозғамақпыз. Өйткені бұл тақырып көпшілігін қызықтыратын секілді. Өзіміз мына таксопкада жүрген уақытта мінген адамдар, жігіттер сұрап жатады. Осы алып істеп көрсек қалай болады деп қызығушылық танытып жатады. Енді мен өз басым жалға біраз жерден алып көрдім автокөліктерді. Оның ішінде мопеды де болды, самокаты да болды, велосипедпен де жүріп көрдім, курьерлікте. Енді көбісіні қызықтыратын қайсысы дұрыс, қай жұмыс өнімдірек. Мен мына эконом класста, комфорт плюс класста сол классқа жататын көліктерді алып істеп көрдім, жалға алып. Бір сөзбен айтқанда, қысқасын айтқанда, бұл өлмес күнін кешіп жүресіз. Өйткені ішіп жеуіңізден, жүріс тұрысыңыздан ақшаңыз артыла қоймайды. Мысалы, барасыз ең қарапайым 7,000-7,500 теңгеге грантаны аласыз. Оның жанармайы бар. Оның арасында айыппұлға түсесіз, түсіп тұрасыз. Өйткені қала болғаннан кейін әдейі емес, бір жерден болмасын, бір жерден айыппұл іліп кетесіз. Сергектер әрдайым дайын тұрады. Оның арасында кішігірім жол апаты болып жатады, бір жерден сырып аласыз, жырып аласыз. Оның барлығын әрине қосымша шығын. Оның үстіне ол компаниядан сіз жалға алған уақытта олар бастапқы жарна сұрайды, жаңағындай. Первоначальный взнос дейді ғой, соны сұрайды. Егер де сіз айыппұлға түсіп қалсаңыз, сол жарнаңыздан ұстап отырады. Оның барлығы қосымша шығын. Сонда бір сөзбен бір күндік шығынды есептесеңіз, 7,000 теңге көлік, 4,000 теңге жанармай, 11,000 тамағыңыз бар. Сіз азаннан кешке шейін жүресіз, сіз жұмыс істеймін деп аласыз ол көлікті. Тамағыңызға енді әркім әртүрлі. Енді толық қанды жейтін болсаңыз, бір 4-5 мың теңгеңіз кетеді. Сонымен 15-16 мың теңгеңіз таза шығын болып тұр, күнделікті. Сіз 20 мың табарсыз, мүмкін 25 мың табарсыз, 5 мың теңге, 10 мың теңге. Бір күні шыға алмай қаласыз, бір күні бір тірліктеріңіз шығып қалады. Күнделікті ондай таба алмайсыз да. Қысқаша сол. Бұл экономға да комфорт плюс айырмашылық жоқ. Қай көлікті жалға алсаңыз да нәтижесі солай болады. Енді бір компаниялар былай жасайды. Өздерінің автокөлігі, өздері барлығын тіркейді. Сіз оларға айлыққа жұмыс істейсіз. Мысалға, күнделікті тапқан табысыңыздың 30%-ын сізге береді. Сізге көлік береді, жаңа көлік, мысалға Hyundai Accent деген секілді. Бензин өздері құйып береді. Жаңағы жөндеу жұмыстары өздерінің мойнында, барлығы солардың мойнында. Тек сіз айдайсыз, машинаны болды, көлікті. 30% сіздікі. Бұл да сол. Шамамен енді 30%-ын көбірек алу үшін көбірек жұмыс істейсіз, көбірек қатты шаршайсыз енді. Оның барлығы жүйкеге әсер етеді ғой күндердің күнінде. Ұзақ уақыт жүре алмайсыз. Егер көлікті жалға алатын болсаңыз, ең дұрысы, мысалы, бір жылдан кейін сатып алу мүмкіндігі болу керек та. Не дейді? С последующим выкупом дейді ғой. Сондай варианттар қарастырыңыздар. Сол дұрысы болады. Өйткені сіз жұмыс істесеңіз, көліктің артыңызда қалатынын білесіз. Енді мопед жөнінде, курьерлік қызмет, жеткізу қызметі. Мопед соңғы кездері қаламыздың көшелерінде өте көбейіп жүр сандар. Глова, Вольт, Яндекстің өзі де. Бұл өте ыңғайлы транспорт. Біріншіден кептелісте тұрмайды. Арасында зуылдап өтіп кетеді. Бірақ жол жүру ережесін көптеу бұзады. Ол көбінесе жас жігіттер ғой. Студенттер. Енді бір жағы дұрыс, енді қалаға келіп сабағын оқып жатыр, жұмысында істегісі келеді дегендей. Бұл мопедті мен де бір аптаға жалға алып көрдім. Таза жұмысын байқау үшін қандай болатынын. Ол бір аптаның 3 күнінде ме, 4 күнде жаңбыр құйды. Дұрыстап жасай алмадым.
Сөйтіп сол қалған уақытта істеп көргенімде бір күнде сол көлікте тапқан табысыңызды мопедпен де жүріп табуға болады. Бірақ мопедте қаттырақ шаршайсыз, шалқайып жата алмайсыз. Оны көлікте шалқайып жатып арасында демалып алуға болады. Одан кейін жаңбыр құйып кетуі мүмкін. Ондай сәттер болды. Қысқасын айтқанда, күн жылыда, енді оның да өзінің уақыты болады, сезоны болады. Сіз онан күн суықта жүре алмайсыз. Күн жылыда сезоны басталған уақытта бірден бір экономия жағынан да, жанармай экономия жағынан да, жұмысы жағынан да өте қолайлы, тиімді транспорттың бірі мопед. Күніне 1000 теңге, 1200 теңгеге бензин құясыз, күні бойы жүре бересіз. Сондай. Ал енді мына самокат жөнінде. Самокаттың өзінің ресурсы бар. Мысалы, 25 километр, 30 километр, енді 60 километр жүретінде самокаттар бар. Бірақ көбіне орта есеппен 25-30 километр. Оны алып жатады бір жігіттер. Ол самокатпен ұзаққа бара алмайсыздар. Өйткені өзінің ресурсы 25-30 километр. Сізге мысалы ұзақ жолға түскен бір тапсырысыңыз болса, оны сіз ондай тапсырыстан бір 2-ақ орындайсыз, сонымен қуаты бітеді. Үйге барып қайттан оны қуаттау керек болады. Сол себептен былай жасайтындар да бар. Мысалы, Xiaomi деген самокаттар бар, салмағы жеңілдеу. Егер ұзақ жерге түсетін болса тапсырыс, олар бірінші аялдамаға дейін жетіп алады автобустың. Сол автобусқа мініп, ары қарай түсіп, ары қарай самокатпен кетеді. Кішігірім тапсырыстар, мысалы, 2 километр, 3 километрден түсетін болса, оларды зуылдап жасап жүре береді. Олай істеуге де болады. Бірақ мопедке қарағанда табысы артылмайды. Одан сәл кемдеу жүреді. Велосипедпен жүретін жігіттер бар. Мен өзімде жүріп көрдім бір 4-5 күнде. Бұл мүлдем керек емес нәрсе негізінде. Оған қызықпайық та қойыңыздар. Енді мысалы студент жігіттер транспорты болмаса, енді велосипедпен жасағысы келеді, ынта жігер ұрып тұрады дегендей, оны да түсінуге болады. Бірақ бұны ұзақ уақыт былай жүре алмайсыздар, өйткені шаршайсыз, қатты шаршайсыз. Одан кейін табысыңыз бірнеше есе аз болады мопедпен самокатқа қарағанда. 2 есе, 2,5, 3 есе аз болады. Бірақ шаршауыңыз одан 2 есе, 3 есе көп болады да, салыстырмалы түрде. Сол себепті велосипедті мүлдем қарастырмай қойсаңыздар болады. Вольтта, Гловада көбіне жақын қашықтыққа береді тапсырыстарды. Сөйтіп велосипедпен жасап жүргендер бар. Ең дұрысы, жаңа айтып өттім, курьерлік болмаса жеткізу қызметінде бұл мопед. Ал егер автокөлікті жалға алғыңыз келсе, жалға беріп отқан адаммен бірден келіссеңіз болады. Енді ол беруі мүмкін, бермеуі мүмкін. Ондай вариант іздейсіздер, бар ғой беретіндер. Бір жылға деген секілді. Бір жылға аласыздар да жұмысыңызды жасап жүресіздер. Ондай кезде жасауға болады. Қысқасы осы. Жолда аман болыңыздар, абай болыңыздар. Әсіресе мына мопедпен жүретін жігіттер жылдам шапшаң қимылдаймын деп бірнесеге ұрынады. Одан кейін ол үлкен нәрсеге алып келеді. Тағы да бір айта кететін жайт, жігіттер, егерде автокөлікті жалға алатын кезде бір нәрсені ескеріңіздер. Көбіне компаниялар сіздің сақтандыру полисіңіздің класын сұрайды. Егер де 6 немесе 7-ден төмен болатын болса, сізге автокөлікті бермей қою мүмкін. Соны біліп жүріңіздер. Енді көпшілігінде сондай. Сұрастырып көресіздер. Тұрғылықты жеріңізді сұрауы мүмкін. Қай жерге тіркелгеніңіз, отбасылық жағдайыңыз, оны да сұрауы мүмкін. Соны біле жүріңіздер. Баршаңыз аман болыңыздар, жолда бұзылмаңыздар. Сәттілік.